Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің Қазақстандағы ұлттар достастығы бөлімінің адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп атты сабағы. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Сондай-ақ мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ұлтаралық келісім, мәдени орталық, жер аударылу, арып, ашып, жексенбілік, мектептер. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақстандағы ұлт өкілдері туралы не білесіздер? Олар Қазақстанға қашан, қалай келді? Қазақстан халқы ассамблеясы туралы не білесіздер? Елдегі бірлік пен татулықты сақтау үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен қандай ұйым құрылды? Келесі жазылым тапсырмасында Қазақстанда халықтар достығына арналған қандай жаңа фильмдер шығарылды? Оны алдағы сызбаға салып, қысқаша түрінде баяндап беріңіздер. Өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі мәтінді бірге оқиық. Мәтінді тыңдап, түсініп оқыңыздар. Қазақстан Республикасындағы барлық ұлт бір-бірімен ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Ассамблеяның 350-ге жуық мүшесі бар. Оның төрағасы Қазақстан Республикасының президенті. Әзербайжан, грек, шешен, поляк және тағы басқа халықтардың ұлттық мәдени орталықтарының жанында жексенбілік мектептер жұмыс істейді. Қазақстандағы көптеген ұлт өкілдерінің біздің елімізге келу тарихы Жерұйық фильмде жақсы көрсетілген. Фильмнің режиссері Исламбек Тәуекел. Фильмнің сценарийін Исламбек Тәуекел мен Сон Лаврентий жазған. Жерұйық фильмі тарихи оқиғаға негізделген. Фильмде Сон Лаврентийдің өзінің балалық шағы бейнеленген. Фильмде өз отанынан қуғандалып, Қазақстанға жер аударылып келген кәріс, неміс, түрік, шешен, курд және тағы басқа ұлттардың ауыр жағдайы бейнеленеді. Арып шашып келген адамдарды қазақ халқы бауырына тартады, ажалдан аман алып қалады. Жерұйық көркем фильмі Абай Құнанбаевтың «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым» деген сөзмен басталады. Фильмнің басты кейіпкері Орынбай. Өмірде болған адам. Барша қазақ халқының бауырмалдығы, жомарттығы осы бейне арқылы көрінеді. Қазіргі таңда фильмде көрсетілген ұлт өкілдері бір ананың баласындай бірлікте, татулықта өмір сүріп жатыр. 1 наурыз өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс айтатын күні. Бұл күнді Қазақстан Республикасы президенті арнайы белгіледі. Келесі жазылым тапсырмасына тоқталайық. Мәтінді оқыңыздар, қажетті ақпаратты тауып, семантикалық кестеге жазыңыздар. Жарайсыздар. Өздеріңіз тексеріңіздер. Бесінші тапсырмада диалогты әрі қарай жалғастырыңыздар. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Келесі тапсырмада көп нүктенің орнына жақша ішіндегі қажетті сөздерді қойып жазыңыздар. Жарайсыздар.
7-ші тапсырмада ғаламтордан жерүйік фильм көріңіздер. Одан кейін мазмұнын сыныпта баяндаңыздар. Керемет. Өздеріңіз тексеріңіздер. Келесі 8-ші тапсырмада Мұхтар Мағауиннің бір атаның балалары шығармасы мен жерүйік фильмінің арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды Вен диаграммасы түрінде көрсетіңіздер. Өте дұрыс деп ойлаймын орындағандарыңыз. Жазылым тапсырмасын орындайық. Жазылым тапсырмасында Қазақстан ортақ үйіміз тақырыбында фотоколлаж дайындаңыздар және оны сыныпта қорғаңыздар. Сіздердің алдарыңызға үлгі ретінде жасалған ықтимал жауапты ұсынып отырмыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.